Bismillah, assalamu alaikum армысыздар ағайын, алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Осы жақын уақыттарда көптеген көрермендеріміз маған хабарласып, комментарий қалдырып, бір сұмдық аппараттың жағдайын сұрап, ақпарат алғысы келді. Сонымен кеше бір жігіт менде емделіп жатқан еді, сыртқы облыстан келген, Көкшетау жақтан келген жігіт екен. Сол жігіт осы Алматыда бір курстерге қатысып жүр екен, жаңағындай онлайн сауданы қалай жүргізу керек деген сияқты. Сол курсте сол бір келіншек жаңағы аппаратты көрсетті. Сол аппараттың сұмдық тақырыптары бойынша өздеріңізге мәлімет жеткізгім келіп отыр. Қазір көрейік біз. Осы бұл видеода сол жаңағы курске қатысып жүрген жігіт өз сияқты тағы бір сол жерде дәрігермін деген екен, бір әйел кісі. Осындай бір аппаратты көрсетіпті. Бұның қытайшасы мұнда жазылғаны Liangzi Ru Cicang Gongzhen Fenxi дейді. Liangzi Quantum әлсіз магнит өрісінің резонанс арқылы талдау жасау аппараты деген. Солай аталуы қазақшасы. Мұндағы жаңағы өзім дәрігермін деген келіншектің аппараты екен, бұл Қытайдан сатып алған аппарат әрине. Сондағы жаңа курске қатысып жүрген кісілерге диагностика жүргізіп жатыр екен. Көргендеріңіздей қолына бір темір ұстатып қояды. Оның тағы бір түрлері бар. Мынау өздері бір медцентрлер бұлар, бір медцентр ма, медициналық орталықтар ма, сол Қытайдан келген кісілер ашқан бұрында. Бұл диагностика всего организма деп аталады. Орысшасы бүкіл басыңдағы шашыңнан бақайыңдағы тырнағыңа дейін диагностика жасайтын аппарат, компьютерный диагностика деп қояды екен, әдемілеп ат қойып алған өздері. Сонымен бұған 30 мың теңге алады екен мына бір орталықта. Скидкасымен 15 мың теңге екен. Көріңіздер мына сұмдықты. Бұның тағы бір түрінде сондай адамның басына қандай аппарат тағып қояды, көріңіздер. Одан қолға бір темір ұстатып қояды. Осылардың жарнамасы. Енді бұл аппарат туралы мен қысқаша тоқталайын. Бұндағы айтылған ең басты технологияға байланысты Liangzi Quantum. Бұл Quantum физикада оқығанбыз біз толық ортада 10 сыныпта. Ол кезіндегі батыстың физика ғалымы Планктың ортаға қойған, осыдан 100 жыл бұрын ортаға қойған теориясы. Кейін бұл теориялар дәлелденді әрине. Барлығымыз атомды білеміз. Ең кішкене бөлінбейтін бірлік. Бірақ ол ары қарай бөлінеді. Мысалы атом ядросы мен электроннан құралады. Атом ядросында нейтрон мен протон бар. Одан ары қарай бөлінбейді дейді. Ал енді осылар ары қарай бөлінсе, ең кішкене бірлік осы квантум ағылшынша соған келіп тіреледі. Осы негізде дамыған жаңа технологияны осы кезде айтатын болсақ, сол Liangzi Jisuanji, яғни quantum computer. Ол жаңағы алып заманауи компьютерлерден әлде қайда озық техникалы өнімдер. Сол мысалға нағыз қолданыстағы осы квантқа байланысты технологиялық өнімдердің ең мықтысы сол жаңағы компьютер болып табылады. Оның барлық технологияның ең мықты шыққан жерлері қазір Америкада, мысалға IBM, Microsoft, Google соларда. Қытайдікі алдыңғы 5-ке әрең кіреді, мысалға. Сол жаңағы quantum компьютер саласында. Ал енді басқа мұнда айтылған аппарат болса, бұл сіздің басыңыздан бақайыңызға дейін барлығын тексеріп, жаңағы бір ұстап отыра, сол жерден бір энергия шығарады, денеңізден магнит өрісі соны жинайды, одан кейін соны жаңағы компьютерге кіргізіп, соған анализ жасап, талдау жүргізіп, қай жеріңізге қандай ауру барын айтып береді дейді. Енді біз Қытайдың өздерінің мамандарының не айтқанын тыңдайын. Мұнда ChinaNews.com Қытайдағы басты медиалардың бірі Туншинван. Қытай
ақпараттық интернеті. Бұнда сол жанағы сол квантумға байланысты технологияны байланысты өтірік алаяқ аппараттардың шындығын ашқан. Бұл енді Қытайда өте көп. Қытайда бұны қазір жастар, өзімізде сияқты жастар, оққан көзі ашық көкірегі адамдар алданбайды. Қытайда негізі бұны істетіп алаяқтық жүргізетіндер сол үлкен кісілерге апарады. Енді үлкен кісілер қанша айтқанмен олардың сондай өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөледі. Одан кейін жаңа технология туралы түсінігі де терең емес. Сондықтан да оларды алдау оңайырақ болады Қытайда. Ал біздің Қазақстанда болса, жалпы беттік халықтың білім сәуиясы төмен болғандықтан жасы да алданады, оған кәрісі де алданып жатыр қазіргі жағдайда, өкініштісі. Орталық радио торының Пекиндегі таратқан хабар. Бұдан 2017 жылғы хабар екен, 4 жыл бұрынғы хабар. Сол кезде бұның өтірігі Қытайда ашкерленіп, халықты сақтандыру жұмыстары ол жақта әлде қашан жасалып, кейбір тіпті өтірік сондай асыра сілтеп алдамшылықпен айналысқан алаяқтарды соттап жазалаған болатын. Бұған байланысты бір Қытайдың маманы, бір осы квант технологиясында жұмыс жасайтын зерттелермен Гышауфың деген бір маманның көзқарасы. Бұл жерде тек қолданыстағысы сол жаңағы өзіміз айтқандай лянзы жүйесін немесе квантумды компьютері ғана бұл қолданыста. Ол жоғары дәрежедегі өкіметтің пәленбай миллиард доллар ақша салып шығарған технологиялық өнімдер деген сөз. Былайша айтқанда бұл алып қыруар ақшамен жасалған дүние. Ал енді жаңағы аппараттан тыс Қытайда мысалға әртүрлі денсаулық сақтау өнімдері бар, квантум технологиямен жасалды деп аталған. Әртүрлі қолға тағатын білезіктер бар, сондай бір күрелер бар, ыдыс-аяқтар бар. Олар жаңағындай сенің қаныңды қойылтудан сақтайды, давленияңды түсіреді, иммунитетіңді көтереді деп солай құлағыңа лапшаны іліп, сол аппарат саған сату. Жаңағы кісі мысалға жаңа жігіттің қатысып жатқан курсындегі өзінің докторымен деп таныстырған әйел кісі алдында тегін жасап деген сол жердегі кісілерге. Мен сізге тегін диагноз жасап беремін осы аппаратыммен деп. Одан кейін 2000-нан бастап алды дейді, 3000 теңгеге дейін дейді мысалға. Қараңыз. Оны жасап жатқан адам өзі білмейді бәлкім. Осының өтірік зат екенін оны білетін білім жоқ ода, өз білмегенмен қоймай басқаларды да сол адастырады. Бұл бірінші түрлі жағдай. Тағы екінші түрлі жағдай, ол білуі мүмкін бұның өтірік аппарат алаяқтық екенін. Бірақ ол сол алаяқтықпен ақша табуды көздеген ниеті бұзылған, пиғылы бұзылған адам болуы мүмкін. Осы екі түрлі вариант қана бар. Енді сол жаңағы Қытайдың орталық радиостанциясының мұндағы ең соңғы халыққа берген кеңесі осындай жалған жаңағыдай заманауи технологиямен жасалды деген аппаратқа алданып қалмаңыздар дейді. Бұл бір. Тағы бірісі мұнда Кикинеус, Mirror Tutio дейді, Қытайдағы ең басты медиалардың бірі. Бұлардың да сайтында осы Mirror Tutio главный тақырып деген сөз ғой, былай айтқанда. Койлажу ниде ченімба дейді, сенің туған туысқандарыңды осындай алаяқтарға алданып қалудан жаңағы квант лянзу чемпион, квантты жамылған, былайша айтқанда қойдың терісін жамылған қасқырлар бұлар. Сондай аппаратқа алданып ақшаларыңнан айырылып қалмаңыздар деп ескерту жасап жатыр. Қытайда да 2017 жыл 9 айда мысалға сол квант ілімінен негізделіп хабарласуды құпия ұстау сондай линиялар іске қосылған. Бұл енді жаңағындай қыруар ақшаны аямай ұрып отырып шығарған технологияның өнімдері. Енді бұл жерде айттық, жаңағы видеодағы лянзы роцы шангуны фэнши квантымды әлсіз магнит өрісіндік резонансты анализ алу аппараты. Бұл бір түрі ғана. Бұның
түрі көп. Мысалға Қытайдан жаңа Taobao деген сайтын білесіздер, Қытаймен жаңағы тауар алып жүрген кісілер. Сол сайтта жетеді бұндай аппараттар. Оның ішінде осы Quent жамылған бойыңды биіктетеді дейтін жаңағындай ұстарақтар да бар, стакандар да бар, жаңа айттық. Неше түрі бар оның, албан қиылысы. Енді мына жерде де сол бір мысалды келтірген, жаңа жоғарыда айтқанымыздай бір жұмысшы өзінің жұмыс орнында сондай жаздық көктемдік денсаулық тексеру кезінде бір докторлар, дәрігерлер медсестрасымен келіп, біздің жаңағындай осындай аппаратымыз бар, сіздерге тегін тексеріп береміз, тіпті жаңағындай денеңіздегі микроэлементтер, мысалы магний, хром, сол сияқты микроэлементтер тексеріп береміз дейді. Тегін дейді. Одан адамдар тегін десе, иә, тегін болса тексеріп салмайын ба дейді. Одан кейін олар жаңағы қолына ұстататын, темірін ұстататын немесе басына тағатынын тақтырып қояды. Сонымен бір қолыңмен ұстап отырып, қана сенің бүкіл басыңнан аяғыңа дейін ешқандай қан алмай, ешқандай ішкі ағзаларыңды көрмей, узимен болса да мысалға. Саған денеңде мұндай аурулар бар деп айтады. Енді оның ішінде жаңағы аппаратқа сондай неше түрлі вариант кіргізіп қойған олар сөйлейтін қылып. Мысалға қазір былайша айтқанда кейбір жағдайларда бұлар дұрыс шығады. Жаңағындай бақсының бір сөзі үшін 99 өтірікті қосып айтады дейді ғой, сол сияқты әңгіме. Ішіне варианттар кіріп қойған. Адамдарда қандай ауру көп? Өте ауру көп. Екінің бірінде бар. Одан кейін ұйқысы қашаты бар, нерв әлсірейтіндер жетеді. Сондай нәрселер кіріп қойды. Одан кейін витаминдер жетіспейді дейді. Сенің асқазаның ауырады, ас қорытуың дұрыс емес. Көрдіңіз ба? Чөйшін дейді. Мысалға жаңағы дәрумендер жетіспейді, мырыш жетіспейді. Сенде сүйегің ауырады. Сенің жаңағы сүйегің тіпті кәрілерден де арман нашар болып тұр деген сияқты. Содан кейін өздері былайым жағынан, егерде өзінің жаңағындай бады бірдемелер болса, міне мынаны ішесің, осымен жазыласың дейді. Егерде онда жоқ болса, баяғы сені тегіндеп кіргізіп алғаннан кейін өзінің бады болса сатады. Немесе осындай арзан 2000-3000 теңге. Жарайды, 2000 бір уақыт тамақ жеймін ғой деп бере салады адамдар. Мәселе ол жерде алаяқтық, алдамшылық жатыр. Нем кетті дейді. Мәселе ол жерде сізге өтірік диагноз қойылады. Ешқандай диагноз емес ол. Енді сен бұны жаңа дәрігерден сұрасаң, ол айтады. Бұл жерде магнит өрісі бар, жоғары ғылым технология. Сонымен жаңағы денеңдегі магнит өрісінен жиналған толқындарды жаңағы ноут компьютерге салып, содан сол жерде клеткаларды зат алмасуларды жинақтайды дағы, сонымен денеңдегі ауру жағдайларын компьютер өз анализ жасап шығарып береді дейді. Көрдіңіз ба, құлақтан қалай лап жеді? Бұл Қытайдың лапша алу әдістері. Қазақстанда бәлкім бұны істетіп жатқандар ондай дәрежедегі білімі жоқ болуы мүмкін. Қысқасы енді қазақилықпен құлақтарына лапшылып жатқан болу керек. Енді бұл технология Қытайда ешқандай тіркелмеген. Дәл осы аппаратқа байланысты. Қытайдың жаңағындай жаңалық жарату, ғылым технология саласындағы органдардың ешқайсысына тіркелмеген. Тіркелгені болса да, сол сыртындағы қорабын, мұндай төрт бұрышты немесе дөңгелек деген сияқты сол қорабын ғана тіркеген екен. Мұнда айтуынша. Жуанли Шинчин, яғни патент құқығы туралы 2015-те бір ұсыныс еткен екен Қытайда. Бұл Қытайлардың жаңағы өздерінің тексеру нәтижелері ғой, журналистік зерттеулері. Сонда ол тек ол жаңағы патенттің сыртқы пішініне ғана патент ұсыныс еткен, бірақ оның ғылыми принциптеріне ешқандай қатысы жоқ. Енді бұны содан кейін жаңағы аппарат сатып алып, физика саласында оқитын жігіттер ашқан ғой жаңа Қытайда. Соны ашса, бұны ішінде не бар екенін білсеңіз, тіпті жүректің қарапайым секіруімен қан қысымды да дұрыс өлшемейтін аппарат болған. Ол секундына жинайтын жаңағындай жылдамдығы 10 неше рет дейді. Ал жүректікі секундына мысалға минутына 60-100 рет соғады. Көрдіңіз ба? Бұның өтірік қайда болып тұр. Бұл аппарат ашқаннан кейін ішінде бірнеше тал жаңағындай тақтайшалар болған. Соның ішінде бір тал жаңағы чип, ол жай қарапайым чип, яғни бір тал ғана чипі бар.
Ол қазіргі телефондарды мысалы біз ұстап отырған телефондарды қаншама күрделі неше нанометр технологиясы істелген мысалға. Оны Қытайдың өзі өндіре алмайды. Сол жаңағы өндірсе нашар өндіреді. Оны Тайваньнан Америкадан алады мысалға. Кезінде Huawei'ді шектеп жіберген кезде жаңағындай Қытай өзінің өндірісі Huawei'дің мысалға өндірісі мүлдем тоқырап қалған, минусқа кіріп кеткен, көп зияндар келтірген. Көрдіңіз ба? Одан кейін тағы бір USB-ді қозғалтатын чип бар дейді. Одан кейін жаңағы токты ауыстыратын сондай бір трансформатор бар дейді. Бұларды осы бірнеше жарамайтын нәрселерді біріктіріп сіз ойлаңыз, қалай қана бір әлсіз магнитті резонансты тудыруға болады. Сіз резонанс дегенді білеміз, МРТ-ны білеміз барлығымыз. МРТ-ға түскен кезде қандай үлкен аппаратқа түсіреді? Ойлаңыз. Енді аналар бір темірді қолыңа ұстатып қойып, сондай резонанс тудырып, сен басыңнан бақайыңа дейін бірақ тексеріп беремін дейді. Адам өзі логикаға салса да, жай қарапайым логикаға салсаңыз да, мынаны толық орта бітірген балалар әбден бұны өтірігін біле алады. Көрдіңіз ба? Былайша айтқанда бұл жоғары дәрежедегі аппараттың ішінде бір екі тал чип қана бар. Оның бағалары мысалға Қытайдан сатылып осылардың тауып отыр. Бұл неше 100 юан мысалға теңгемен шаққанда бір 30-40 мың теңгеден 300-400 мың теңге аралығында болатын шығар. Сондай ақшаға қалай осылай күрделі ең озық технология аппарат жасап шығуға болады? Оны жасап шығып тұрғанда оны қабында сатып аламайсың ол ешқандай. Ағайын, енді бұл сұмдық аппараттың алаяқтығын өздеріңізге дәлел фактімен, принципімен, ғылымның ұштасқан тұстарымен жеткізіп отырмыз. Қасыңыздағы туған туысқандарыңыз, дос жарандарыңыз осындай алаяқтарға, былайша айтқанда, екі түрлі мақсатта дедік қой, оны істеп жүрген адамдар. Бірісі білмейді, шынымен сол пайдасы тиюі мүмкін, шынымен сол тексеріп біле алуы мүмкін деп надандықпен істеп жүріп, өзі білмейді, тағы басқаларды адастырады. Бұл бірінші түрлі жағдай. Екінші түрлісі, ол жаңағы біледі бұның өтірік екенін. Білсе де, ол ар-ұжданын ақшаға сатып еткен, болмаса ақшаға сол пайда көрсе болды, ақша тапса болды, арын сатып болса да ақша табу керек та. Бұл екінші түрлі жағдай. Бұлар нағыз алаяқтар бұлар. Сондықтан да қай түрі болсын, бұлардың екеуі де зиянды, бүкіл халыққа зиянды. Олардың денсаулығын ешқандай тексеріп бере алмайды, ол аппарат тіпті емдей алмайды. Сондықтан бұндай алаяқтардан сақтаныңыздар. Егер де дос жарандарыңыз, туған туысқандарыңыз осындай жағдайға жолықса, осы видео арқылы ескертіңіздер. Әрі осы видеомызды сөзсіз барлық WhatsApp топтарда, әлеуметтік желілерде таратыңыз. Үлкен кісілер көрсін. Басқа алданып жүрген адамдарда осы алданудан сақталып қалсын деген жақсы ниетіміз. Видеомыз ұнаған болса сөзсіз міндетті түрде тегін лайкты басып кетіңіз. Әрі осы білімді барлық топтарда таратыңыз. Білімді бөлсеңіз көбейеді. Әсіресе осындай алаяқтарға алданып қалмау үшін. Ағайын, келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.